Достар, бүгінгі сабағымызда өткенде бірінші вариантын көрген едік Photoshop'та. Бүгін екінші вариантын көріп тастаймыз. Көреміз фонды қалай алып тастау керек, оңай жолынан бірі. Оның үшін фото таңдап аласыздар, достар. Фотоны таңдап алдым мен, Photoshop'қа алып келем сразу. Мишкінің оң жағына басып тұрып, көтеріп алып келем. Енді оны бүгін көріп шығатын инструментіміз қандай болады? Ctrl G-ні басамыз, дубликат жасап аламыз. Мынаны астындағы слойды өшіріп тұрамыз, достар. Қараңыздар, достар. Мына инструментті бүгін көріп шығатын боламыз. Инструмент видаление объектив деген бар. Оның астында инструмент быстрый видаление деген бар, ортасында. Именно соны көріп шығатын боламыз, достар, бүгін. Оның үшін бірінші бұған кірмейміз. Бірінші біздер кіретініміз әдеттегідей яркс контраст дегенге кіріп, мынаның ярксыны көтереміз бірінші. Ярксыны көтердік. Керекті дәрежеде көтерілгеніне, түскеніне қалай білеміз дәлдету үшін. Мына четтері көрінбей қалмасын, бәрі жақсы көрініп тұрсын. Мына ақ фон ақ болсын, қара фон қара болсын, қара жерлер қара болсын. Мынандай ағарып кетпесін слишком. Осылай ойнатасыздар мынаны. Көзге жақсы көрініп тұрғаннан соң мынандай инструмент быстрее видаленияға барасыздар, немесе W-ны басып мынаны басасыздар. Енді мынаны белгілеп шығамыз. Белгілеп шығу үшін мишкінің оң жағына басып отырамыз да жүргіземіз, достар. Төмен қарай. Міне, белгіленіп қалады өзі. Осылай белгіленіп қалады. Ішінде жүргізсеңіздер. Енді жетпей қалған жерлері бар, шығып кеткен жерлері бар. Жетпей қалған жерлер міне ақырында апарып қоясыздар. Шығып кетсе бұлай. Алтты басып тұрасыздар, минусовать етіп қоясыздар осындай. Алтты басып. Көрдіңіздер ғой, достар? Оңай жолы. Енді бұны не істейміз біздер? Енді бұны фоннан ажыратып алуымыз керек. Мына жерге создать новыйды басамыз. Новый слой. 1080 пикселға 1080 пиксел ақ фонда новый файл ашамыз. Окна осындай. Сол жаққа алып кетеміз бұны. Біздерге мынау керек емес енді. Мына жерден скопировать на новый слой дегенді басасыздар. Міне. Жоқ, біздер міне. Мынаған қойып тұрып басасыздар. Скопировать новый слой. Міне. Көрдіңіздер ғой, прозрачный фонда шығып қалды. Енді соны алып кетеміз. Мынаны прозрачный фонда тұрғанды. Мынаяққа алып кетеміз. Енді мынаяқта жұмыс істейміз, достар, сомен. Міне, көрдіңіздер ғой. Мына жерде кеміс жерлері бар. Мына жерде лишний алынып кеткен сияқты. Жоқ, лишний емес екен. Нормальный екен. Лишний бар екен мына жерде. Оның үшін біздер не істейміз? Қараңыздар, сондай жері көрсетейін мен сіздерге. Мынаны өшіріп тұрамыз. Мынаны Ctrl Z-ті басып арқаға видалит болып тұрған жеріне дейін қайтамыз. Міне, Ctrl Z-ті басып видалит болып тұрған жеріне дейін қайттық. Дұрыс па? Енді біздер бұны не істейміз? Кеміс жерлері болса. Слойда тұрыпты, видалит болып тұрған жерінде тұрыпты. Енді бұны біздер мынаған ап келеміз. Быстрее видаленияға. Мына жерден видаление и маска дегенді басамыз, достар. Міне. Жақындатамыз. Ctrl плюсті басып. Көтереміз. Восстановить етеміз осыны. Өзі восстановить, мынада восстановить кнопкасында активный болып тұрады бірінші. Восстановить етеміз міне. Осылай. Ақырын восстановить етеміз. Лишний жерлері болса, алтты басасыздар. Міне, алтты басасыздар. Мына жерде кішкене ақ жер көріп жатырмын. Міне, алып тастайсыздар. Қарап шығасыздар. Бәрі нормальный болатын болса, мына жерден новый слойды басасыздар. Міне, мынандай болып қалады. Көрдіңіздер ғой, достар, Бұны алып кетеміз енді қайтадан мынаяққа. Мынаны өшіріп тастаймыз, артындағыны. Мынаны өшіріп тастаймыз. Делетті басамыз, белгілеп тұрып, әне кетті.
Енді бұны кішкене жұмыс істейміз, эффект береміз достар. Турлап қоямыз градусыны. Енді бұны фильтрға кіріп, фильтр камера рафқа басамыз. Міне. Енді сәл эффект береміз, сол жерден ойнатамыз. Біріншісі көп керек емес. Сәл қарайтырамыз. Тағы да мұнаны жүргізіп көреміз. Көп блик жасайды екен бұл. Слишком керек емес. Кішкене тем беріп қоямыз. Ойнатамыз. Белый деген жері бар екен. Осында сәл блик береді екен, ашады екен. Артқа сәл беріп қоямыз. Минус. Текстура дегендем сәл көтеріп қоямыз. Міне. Слишком көп четкісті да көтеруге болмайды, достар. Жаман болып қалады фото. Удалить дирку деген жерінде сәл беріп қоямыз. Светке керек емес біздерге свет ойнату. Ctrl Z-ті басып артқа тұрасыз. Окейді басып көреміз. Міне. Енді достар, қараймыз мына жерде. Яркость контрасты орнын ойнатып көреміз тағы мына жерден. Дополнительный. Қалай болады екен. Чуть плюсті басамыз. Чуть контрасты басамыз. Міне. Көп керек емес. Міне. Бұндай нәрселердің светini ойнатуға болмайды, түстеріні достар. Мыналарға қойып, баланстарға қойып, нелерге қойып. Бұлар өзінің светте болып тұру керек. Мына қараңыздар, мынандай жерлерін восстановить етіп жібереміз. Мына қараңыздар, өткен сабақта көрсеттім ғой, точечная восстановляющая кисть дегенде. Басып, өзімен теңдеп тұрып, мына скобочканың сол жағына басып тұрып, бір жүргізіп жібереміз. Жоқ, қазір жүргізгенде не үшін жүрмеді? Активный слой мынау болып тұр, яркость контрастта тұрып тұр. Соның үшін астына қойып жүргіземіз, достар, біздер. Мына қараңыздар, асты. Міне. Артқа қайтарам. Сәл кішкенерақ етем бұны. Міне. Сәл кішкенерақ етем. Енді сәл қарайған секілді. Осы болады. Чем мынадан көре? Мынау жақсырақ. Енді біздер бұны бірінші фотомызбен салыстырып көреміз, достар. Оның үшін создать етіп бір жақсы создать етпейік. Мына жерде дубликат дегеніміз жоқ болып кетті. Міне, дубликат тұр екен. Мынаны өшіріп тұреміз. Соңғы жасағанымызды мынаны қосамыз. Енді оны мынаумен үлкейтіреміз. Енді жасағанымызды алып кеп көреміз жанына. Мынау жасағанымыз. Бір-біріне қосамыз бұны, достар. Белгілеген естеріңізде қалды ғой, Ctrl-ды басып, үстінен бір басасыздар, тағы бір басасыздар, тағы бір басасыздар мишкімен. Кейін сол жағына басасыздар мишкінің, объединить слойды басасыздар. Бірігіп қалады бір-біріне. Біріккенде мынаяққа алып келеміз. После көру үшін. Бұлай болып тұрыпты, міне. Жасағанымыз, жасағаннан кейінгісі, достар. Міне. Көрдіңіздер ғой, қаншалықты айырмашылығы бар. Міне, жақындатып көруге болады. Астына алайын, міне. Біздер тағы да қайталап өтем. Аз уақыттың ішінде көп жұмыс жасамай нәтижеге жету. Көп 5 сағат отырудың қажет жоқ. Біздер тез белгілеп каспи кезекке жіберуіміз керек біз, Міне, жасаған фотомызды екінші деп сохранить етеміз. Өткенде біріншіні сохранить еттік, бұл сохранить как-ты басаңыз, файлға өтіп,
сохранить компьютер. Міне біріншісінде тұр. Енді екіншісini сохранить етеміз достар. Міне сохранить еттік, болды. Нормально достар. Мына сабағымыз осымен аяқталды достар. Келесі сабақта сәл басқашарақ енді алып шығатын жолын қарап шығамыз. Достар, өздеріңізбен бірге.